Сәлем қыздар, бүгін сіздермен хит болып жүрген салаттардың бірін дайындаймыз. Ең алдымен капустаны, морковты және перецті видеодағыдай турап аламыз. Содан соң табаға май құйып, барлығын кезек-кезек қуырамыз. Мына перецті осылай қуырдық, сәл ғана. Содан соң морковты салып қуырамыз сол майдың үстіне. Содан кейін үстіне капустаны саламыз да тағы да бір қуырып аламыз. Барлығын кезек-кезек қуырып болғаннан кейін үстіне огурцы саламыз. Огурцеміз менде корнишон салдым. Негізі корнишоннан сәл үлкен түрі болған жақсы. Содан соң свежий огурцы саламыз үстіне, жартылай дөңгелектеп туралған. Содан соң консервідегі саңырауқұлақты саламыз. Сосын үстіне чеснок тураймыз. Осылай теркадан өткізіп, енді қара бұрыш, ақ тұз, осындай кристальник деген, сосын кептірілген укроп салып, жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа тұзы сіңгенше қоямыз. Осымен салатымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.